Ассалаумағалейкум, Иқра Академияның көрермені. Бүгін біз сіздермен Рамазанға дайындық жасаймыз. Рамазанға 2 апта ғана уақыт қалды. Иншалла 2 аптадан кейін осы қасиетті айдың ішінде боламыз. Соған дейін, жалпы Рамазанға дейін не істеу керек? Қалай дайындалу керек? Рамазанды қалай күткен дұрыс? Рамазанда қандай әрекеттер жасаған дұрыс? Оны алдын ала мен не біліп, не қоюым керек? Осы видеода бүгін осы сұрақтарға жауап беруге тырысамын. Жалпы Рамазан өзі екі жақты қаралады. Ол материалды жағы бар Рамазанға байланысты және рухани жағы бар. Материалды жағы деп отырғаным, Рамазанда біздің денсаулығымыз, ұйқымыз, яғни бізді физикалық тұрғыдан байланыстыратын мәселелер бар және рухани мәселе. Ең басты мақсатымыз біздің рухани өсу. Бірақ бұл рухани өсуді біз ең алдымен тамақтан тыйылу арқылы, жаңағыдай жыныстық қатынастан тыйылу арқылы бастайды екенбіз. Бұл ең алғашқы біздің талабымыз. Енді жалпы имам Аль-Ғазали Ихя Улумуддин кітабында және басқа кітаптарында да оразаның 3 деңгейі болады деп айтады. Саумул ауам, қарапайым халықтың оразасы. Саумул хауас, бұл ерекше халықтың. Яғни хауас деп отырғанымыз бұл жерде хас деген ерекше деген сөз. Бірдеңеге хас деген ерекше сөз. Бұл қандай ерекше адам? Құдайдың алдындағы ерекше адам. Сауму хауасыр хауас деген 3-ші деңгей бар. Бұл ерекшелердің ерекшелері. Бұл жердегі ерекше деп отырғанымыз қазақшаға таңдаулы деп аударсақ мүмкін дұрыс болатын шығар. Саумул ауам дегеніміз ең бірінші, ең алғашқы фикхи шартын орындаған адам. Ол ең бірінші, ең мәселе не бізде? Тамақ жемеу. Ол жаңағыдай сәресі уақытынан кейін күннің атысынан күннің батысына дейін аузыңды кез келген тамақтан тыю. Ішіп жемнен тыю. Тек тамақ емес, оның ішіне сусын да кіреді, кез келген нәрсе, ауыздан ішке қарай баратын. Екінші нәрсе, бұл өзіңді мәжбүрлеп құспау. Сондай кезде мысалға ораза бұзады. Және үшінші нәрсе, бұл қарым-қатынастан. Яғни жолдасыңмен қарым-қатынасқа түсуден аулақ болу. Бұл да өзі оразаның шартына жатады. Яғни оразаны бұзатын қандай шарттар бар? Кәдімгі элементарный шарттар бар. Сол шарттарды ғана орындайды. Соған ғана мойынсынады, қалған нәрселермен онша басын ауыртпайды. Бұл қарапайым халықтың оразасы дейді. Екінші, таңдаулылардың оразасы. Бұл деген мына көздің, құлақтың, қолдың да оразасын ұстаған. Яғни менің дене бітімімде басқа қандай нәрселер бар? Ақырет күні маған я шапағат ететін, я менің жасаған күнәларыма қарсы куәлік ететін нәрсе. Қандай нәрсе бар? Көзім бар. Көзім қандай? Жақсы нәрсені көрді ме, жаман нәрсені көрді ме? Құлағым, тілім. Тілім нені айтты? Ол жақсы зікірді айтты ма, жоқ әлде ғайбат айтты ма ораза кезінде? Құлағым, менің құлағым не естіді? Анау бүйтіпті, мынау сөйтіпті деген болмайтын әңгіме естіді ма, жоқ әлде Құран естіп отырды ма, жоқ әлде пайдалы әңгіме естіп отырды ма? Енді қараңыздар, бұл таңдаулылардың оразасы деді. Бұлар жаңағы базовый шарттардан бөлек тағы да үстіне өзі шарт қояды. Мен тек қана ішіп жемнен кесілмеймін, мен бұдан кейін көзімнің де оразасын ұстаймын, тілімнің де оразасын ұстаймын, құлағымның да оразасын ұстаймын. Бұл да таңдаулы. Таңдаулылардың таңдаулысының оразасы. Бұл қандай ораза? Бұл әулиелердің, пайғамбарлардың оразасы дейді. Бұл сені Алладан басқа нәрсеге көңілімді аударатын кез келген нәрседен мен содан ораза ұстаймын деуші. Яғни Алладан басқа көңілімді аударатын нәрсе менде болмау керек. Ол ойдың оразасын, көңілдің оразасын ұстайды. Яғни көңілімде Алладан басқа нәрсеге орын болмау керек. Тек соған ғана мен өзімді бағыттаймын, тек соған ғана уақытымды арнаймын дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның оразасы қандай ораза болды деп сұрайтын болсаңыз, оның оразасы осы
сауму хауас оразасы болған. Өйткені кезінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ораза ұстағанда оның оразасы Алланы көріп тұрғандай ғибадат ихсан деңгейінде ғибадат жасау, және ораза кезінде, Рамазан кезінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әшейінгі күнгіден мүлдем басқаша өмір сүретін болған екен. Мысалы әшейін күнде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабалармен ойнап күліп, олармен қалжыңдасып, көңіл көтеріп, немесе кішкентай балалармен көшеде ойнап жүргенін, әйелдеріне барып олармен қалжыңдасып жүргенін білеміз. Пайғамбарымыздың ең мындай ерекше қасиеттерінің бірі, әр әйелдің үйінде көрсеткен мінездерінің бірі, әр қайсысымен қалжыңы орнында болған екен. Яғни қалжыңбас болып нені айтып болса соны айтатын қалжың емес, кәдімгі sense of humor дейді ғой, чувство юмора, сол өте мықты болған екен да пайғамбарымызда. Бірақ Рамазан уақытында ол ондайға бармаған дейді. Рамазан уақытында жалпы соңғы 10 түнінде онсыз да ол өзі жеке итикафқа кетеді, ал оның алдындағысында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тек Құранмен уақытын өткізген екен. Сол үшін оның оразасы сауму хауас болады. Енді мен бұл 3 деңгейді не үшін айтып отырмын? Жалпы Рамазанға дайындық деген кезде біз мына сұрақты сұрауымыз керек. Мен әдеттегі Рамазаным қандай еді? Менің оразам қай деңгейдегі ораза еді? Және қазір биыл мен қай деңгейдегі оразаны ұстағым келеді? Егер менің былтырғы Рамазанымды анализдеп қарайтын болсам, мен тек қана ауызашардан ауызашарға барып, Құран хатым етуге шамам жетпей, немесе Құран үйренуге де шамам жетпей, әйтеуір оразамды ұстап, просто жұмысыма бардым, келдім, келгеннен кейін деп ұйықтап алдым, одан кейін ішіп жеген жоқпын, біреулер там әңгіме айтып жатса солармен бірге кірісіп кете бердім дейтін болсақ, біздің әлі де оразамыз ең бастапқы деңгейде. Егер мен былтыр сондай ораза ұстаған болсам, биыл неге екінші деңгейдегі саумул хауасқа жетуге тырыспасқа? Бұл біз саумул хауас таңдаулардың оразасы деген кезде айдаладағы біреулер деп ойламау керек та. Бұл бізге де қатысты. Және бұл мүмкін. Алла тағала қаласа кез келген адамның деңгейін өзі көтереді, өзі өсіреді. Сол үшін осы Рамазанда ең алдымен дайындық бұл ниет. Мен қандай деңгейдегі оразаны ұстағым келеді? Осы ниетті ең алдымен біз туралап алайық. Енді мен Рамазанға дайындық ретінде бірнеше рекомендацияларды алып келдім. Бірақ ең алдымен мынаны бастау керек. Жалпы Рамазан мәдени тұрғыда бізге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның кезіндегі айтта болған атмосфераны біз қазір Рамазанда жасаймыз. Бұл культурна, мәдени тұрғыда, дәстүрлі түрде бізге келген бір халі. Енді сол нәрсені біз анализдеуіміз керек та. Қаншалықты ол дұрыс? Жалпы күнде ауызашарға бару, немесе 30 күн бойы тек ауызашар бере беру, бірақ өзіңді ойламау. Тек ауызашар берсем содан ғана сауап аламын деу, бұл да бір жалпы дұрыс емес көзқарастардың бірі, қалыптасып кеткен өкінішке орай. Біз кішкентай кезімізде көріп өстік, мысалы біздің үйде әйтеуір ауызашардан адам үзілмейтін. 30 күннің 20-сында как минимум адам шақыратынбыз. Бір жағынан ол кездегі аналарымызды, ол кездегі адамдарды ойлайтын болсақ, олар Құран оқуды білмейді. Жалпы ол Рамазанның адамның өзінің нәпсін, Рамазан не үшін керек дейді? Лекасрин нәпс дейді. Яғни сен нәпсіңді сындыру үшін бұл Рамазан керек дейді. Өзінің нәпсін сындыру үшін Рамазан келетінін білмейді. Бірақ Алланың қасиетті айы ғой, қонақ шақыра берейік. Олардың бар істей алатын жақсы тірлігі қонақ шақыру болды. Сол үшін не осуждаймын? Бұрынғы аналарымыз, апаларымыз болса, олардың бар білетін моделі сол. Олар мен жеке Алламен қарым-қатынас құрауым керек екен ғой деген сияқты оларда ой болған жоқ, және оны үйретіп көрсететін адам да бәлкім болған жоқ. Бірақ қазіргі уақытта Аллаға шүкір бізде барлық жағынан дамып кетті. Қазір Рамазанда ютубты ашта кез келген ұстазыңды теріп, таңдап, қайсысын хочешь, қайсысы по вайбу келеді, қайсысы жасынан келеді, қайсысы білімінен келеді, соны таңдап жүріп, іздеп жүріп біз көре аламыз. Бұл да бір Алла тағаланың беріп жатқан бізге нығметі. Енді осы
Рамазан кезінде менің айтқым келетін нәрсе, мені көп әйелдер қарағандықтан, мен ең бірінші әйелдердің рутинасына тоқталғым келіп тұр. Рамазан кезінде біз әйелдер көбінесе өзімізді емес өзгені ойлап кетеміз. Бірақ Рамазан әр адамның өзінің басына, өзінің Құдаймен қарым қатынасын жөндеуге, бізге Алла тағаланың тарапынан берілетін бір мүмкіндік ретінде келетін ай. Бұл басқа айларда болмайды. Мен түсінем, әйелдер балалары, бала шағасы, әсіресе мынау 2, 3, 4 көп балалы аналарда, олар күніне 2-3 рет тамақ жасайды, азанда бір тамағын, түсте бір тамағын, кешке бір тамағын жасайды. Сондай жағдайлармен оның өзіне бөлетін уақыты өте аз болады. Бұндай кезде біз не істейміз? Жалпы Рамазан кезінде бәріміз тахаджуд уақытында тұрамыз. Тахаджуд уақытында тұрған кезде сіздің егер бала шағадан жаңағыдай уақытыңыз босамайтын болса, онда олар оянғанға дейін, ел жұрт сәресіге оянғанға дейін 15-10 минут ерте ояну. Бұл бірінші рекомендация. Мен де ұйықтағым келеді, мен де адаммын ғой дейтін болсаңыз, жалпы Рамазанның мақсаты сол. Рамазанның мақсаты ол ұйқың қанбау, және уақыттың тығыздығы. Рамазан өзі сондай вайбта келеді. Ол Меккедегі вайб сияқты да. Уақытың өте тығыз, ұйқың қанбайды, және көңілің тек Құранда, тек ғибадатта. Егер біздің ұстаздарымыз айтады да, егер сен Рамазанда шаршап, ұйқың қанбай жүрсе, значит сен Рамазаның жақсы өтіп жатыр деген сөз дейді. Егер ұйқың қанып, Рамазан кезінде не істеріңді білмей, бездеріңшіп жүрсең, сен Рамазаныңда бір нәрсе не то, уже мынау give some attention, яғни бір көңіл аудар мынаған дейді. Сол үшін жалпы Рамазанның рухы сондай болғандықтан, бір қадам артық жасасаңыз, Алла тағала оны сізге берекесін мол қылып береді. Сол үшін тахаджуд уақытын дұрыс қолдану. Бұл жалпы балалы әйелдерге ғана емес, кез келгенімізге Рамазан кезінде тахаджуд уақытын жіберіп алу, мен білмеймін, ол менің ойымша сол күнгі берекеден полностью мен құр қалдым деген сөз ғой. Сол үшін басқа уақытта тахаджудқа тұра алмасаңыз, тұра алмайтын адамдарға да, немесе таң намазына қиын оянып жүрген адамдарға да Алла тағала Рамазан кезінде жеңілдік жасайды. Мен әшейінде таң намазына, мысалы ұйқым өте қатты, таң намазына жолдасым бірнеше рет оятады мені. Және ол 2-3 рет оятады. Сол үшін ерте будильник қоямыз, чтобы мен пока уақытым оянғанға дейін тұратын уақытым болсын деп. Ал Рамазан кезінде мен білмеймін, ол қандай күшпен болатын, қандай бір мұғжиза екенін мен білмеймін, бірақ тахаджуд уақытына бірден атып тұра салам да. Мүмкін ол адамның ішіндегі уақыт өтіп кетеді, Рамазанның кезіндегі мүмкіндікті қолданып алайын деген бір ішкі нәрсе шығар. Сол үшін осы уақыттарды біз барлығымыз, ең алдымен бұл насихатты мен өзіме айтамын, екінші сіздерге, сол уақыттарды біз берекелді қолданып алуымыз керек. Енді қонақ күтуге келетін болсақ, жалпы егер мен қонақ күтуден қолым босамайтын болса, онда менің Рамазаным мен үшін берекелді өтпейді. Былтыр біз жолдасым екеуміз сөйлестік. Жалпы үйге көп қылып апта сайын, аптасына 2-3 мәртеден қонақ шақыратын болсақ, осы сауаптырақ іс болады ма? Жоқ әлде біз өзіміз, мысалы организациялар бар, не болмаса басқа адамдар бар, тамақ беретін, студенттерге ауызашар береді олар, мешітте жаңағы бойдақтар немесе экономикалық жағдайы төмен отбасыларға қайырымдылық ретінде жасалатын кештер бар. Соларға просто спонсор ретінде ақша бергеніміз сауаптырақ па? Бұл бір жағынан, біз өзіміздің туыстарымызды, жақындарымызды үйімізге шақырамыз, бірақ менің ойымша аптасына 2-3 рет қонақ шақыру ол өте ысырап. Өте ысырап Рамазан уақыты үшін. Сол үшін максимум приоритетіңізде сіз шақырмасам болмайды-ау деген адамдарды ғана қойып, қалғандарын тек тамақтың ақшасын беру арқылы. Сода да сіздің уақытыңыз кетеді, энергияңыз кетеді, ол өте затратный нәрсе. Одан да соның ақшасын беріп, сол тірлікпен айналысып жатқан адамдарға берген жақсы да. Сосын қалған уақытыңызды өзіңіз жаңағыдай өзіңізге арнап, Құраныңызға арнап, Рамазан кезіндегі Рамазанның рухын ұстап тұруға жұмсайсыз.
Енді сол мәселені мен жолдасыммен сөйлескен кезде жолдасым айтты, жоқ, биыл біз студенттерге, басқа да мұқтаж жандарға берейік, бірақ үйге адамды азырақ шақырайық деп. Және соңғы 10 түнде ауызашарларға шақыратын болса, енді бізді де шақырса бару керексің ғой, сен оған жауап беру керексің, шақырған жерден қалма дегендей. Барасың, бірақ ұзақ уақыт отырмай, тамағыңды жеп, тарауих уақыты келген кезде ер адамдар әсіресе егер мешітке барасы келсе тарауихқа кетеді, ал әйел адамдар үйінде келіп оқыса болады, не болмаса бірге барса болады, яғни көп уақытты созбай сол үйден қайту. Жалпы рамазан кезінде мен тарауихқа баратын едім, тұра берейін десең, ешкім саған ештеңе деп ренжи алмайды, ренжуге қақылары да жоқ. Бұрын аталар болатын біздің көшемізде, жалпы көшеде рамазан кезінде өзі 30 шақты үй бар, сол кезекпе кезек бір бірінің үйіне оразаға шақырады, ауызашарға. Сол кезде міне ақшам намазы оқылды, намаздан кейін тарауих намазы болғаннан кейін бір тарауихқа 10 минут 15 минут қалған кезде біз тарауихқа кеттік деп аталардың бәрі жиналып кетіп қалатын. Сонда олардың тамақ жейтін уақыты былай қарап тұрсаң бір 30-40 минут. Бірақ сен оған 2 күн дайындаласың. Одан кейін 2 күн жинайсың үйіңді. Үй жинау бар, анау бар, мынау бар, оның әңгімесі өте көп. Яғни сен мынандай бытовой әңгімемен, бытовой тірлікпен уақытың өтіп кете береді рамазан кезінде. Сөйтесің де бір аптасын өтіп кеткенін байқамай, рамазан бір аптасы өтіп кетті. А мен әлі Құраным бар, анауым бар, мынауым бар. Еще біз рамазанға дайындық деп неше түрлі планерлерді сатып аламыз да соны толтырып тастаймыз ғой. Мынанша Құран оқимын, мынанша зікір жасаймын, мынанша бүйтем, мынанша сөйтем, сөйтеміз де жайымызда қалады күтетін қонақтарымызбен. Қонақ ол өте жақсы, бірақ тура осы вайбты негізі біздің ұстаздарымыз айт кезінде жасаңдар дейді. Айт кезі вот как раз таки бәрін үйлеріңе шақырып, жаңағыдай арқа жарқа болып, бір-бірің үйіне барып, тамаққа да тоймай, уақытты өткізіп, әңгімеңді айтып, ойыныңды ойнап отыратын кез ол айт кезі. Оған дейін біз рамазанда өзіміздің нәпсімізбен жұмыс жасауға керекпіз деп айтады. Енді бұл культурна әр жерде әртүрлі. Мен осылай жасаңдар, менің айтқаным дұрыс деп айта алмаймын. Кез келген жерде өзінің балансын ұстап үйрену керек. Мысалы, мен қонақ шақырмаймын, мен де қонақ шақырамын. Бірақ мен рамазанға бір немесе 2, ары кетсе 3 бітті. Өйткені уақыт алады. Және ол қонаққа мүмкіндігінше алдын ала дайындалып қоюға. Мүмкіндігінше әшейінде мен бәрін қолдан пісіретін болсам, мүмкіндігінше сырттан заказ бере салуға. То есть ол жерде уақытты басқа нәрсеге, акцентті басқа нәрсеге қоюға тырысу керек. Кейбір кезде мынау ауызашар уақытында намазды өте кеш оқып, не болмаса мысалға дайындап жүріп, анау-мынау жүріп, кейбір адамдар намаздарын, мысалы парыз намаздарды ұмытып кетіп жататын уақытта болады. Сондай жағдайларда мәселе приоритетте болу керек деп ойлаймын. Ол приоритетті біз қалай қоямыз? Парыздар ең алдымен, одан кейін келетін жаңағыдай отырыстар, басқа да нәрселер. Сонымен ең бірінші менің айтатын лайфхагым рамазанға дайындық ретінде алдын ала үйдегі жолдасыңызбен, балаларыңызбен, достарыңызбен, ата енелеріңізбен, если ол кісілер диалогқа ашық адамдар болса, сөйлесу керек. Мен осы рамазанымды осылай өткізгім келіп жатыр. Жолдасыңыздан бастаңыз, бәрін жолдасынан басталады. Осылай өткізгім келіп жатыр. Сен қалай ойлайсың? Биыл аналарды шақырмай қойсақ үйге. Болмаса соларға тамақ беру керек болса, просто кафеден беріп жібере салайық. Бәріміз барайық та 1-2 сағат тамағымызды жеп, сосын бәріміз ары қарай тарауихқа барайық. Болмаса просто студенттерге ақшасын берсек тамақтың. Ақыры сен сол тамақты жегізіп, тамақтандырудың сауабын алғың келіп отыр ғой. Мақсат сол ғой негізінде. Ал біз қонақ шақыратын болсақ, мен 2 күн үй жинаймын, одан кейін 2 күн тағы да артынша жинау керек болады. Оның бәрі уақыт. Қалай ойлайсың? Деп жай ғана сөйлесу. Бұл ең бірінші лайфхак. Достарыңызға да, әшейінде жылда сіз ауызашарға барып жүретін адамдар болсаңыз, мен биыл ауызашарға баруды азайтатын болдым. Осындай себептермен деген сияқты олардың да көңілін не қарап, алдын ала сөйлесіп қойған жақсы. Егер достарыңыз сізден прям ренжіп, неге келмейсің дейтін адамдар болса. Екінші лайфхак, тамақты алдын ала дайындау. Тамақты алдын ала дайындап қою. Әсіресе қазір морозильниктер бар, морозильниктерге салып, бәрін дайындап қойсаңыз, тамаққа көп уақыт жұмсамайсыз. Бұл да өте жақсы. И мен өзім ойлаймын,
морозильниктен тамақ жемейміз, біз тек қана свежий жейміз дейтін адамдар болады. Осындай кезде егер сіздер тек свежий жейтін адамдар болсаңыздар үйлеріңізде, онда көмек сұрау керек. Жолдасыңыздан көмек сұрауды үйрену керек. Мүмкін осы моменттен үйренген дұрыс болатын шығар. Өйткені обычно жолдастары әйелдеріне көмектеспейтін болса, Рамазан кезінде, пожалуйста, Алла ризалығы үшін десең, олар көмектеседі. Так что көмекті сұрауды осы жерден бастауға болады. Енді үшінші нәрсе, егер все, мен қонақ күтетін болдым дедік, иә. Обычно әйелдер өздерінің менструальный циклдарының қай кезде келетінін біледі примерно. Соған шақтап қонақ шақырып жіберсеңіз, өйткені ол уақытта жаңағыдай намаз, Құран оқи алмайсыз, оның орнына адамдарды тойдырып, ең болмағанда сол нәрсені мен сауап ретінде ала берейін, құр жатпай дейтін болсаңыз, көбінесе сол қонақты сол менструальный циклдың болатын моментіне жасаған, жоспарлаған жақсы және жеңілірек те, әйелдің өзіне де жеңіл. Тамақтың әйтпесе дәмін көре алмай сөйтіп қиналып жатамыз ғой. Енді бұл айтып жатқан лайфхактарының барлығының бір ғана мақсаты бар, бұл кәсірун нәпс, нәпсіні сындыру. Сен әдеттегі өміріңді Рамазанда сүре алмайсың деген сөз бұл. Тура қалай біз қажылыққа барған кезде әдеттегі өмірімізбен біз қажылыққа бара алмаймыз. Ол жақта ритуалы басқа, өзінің левелі басқа, деңгейі басқа, бұл жерде де тура сондай. Рамазан әр адамның өзінің бір қажылығы ғой, әр адамның бір осы жылда келетін бір ай, біз ол айдың ішінде өзіміздің өмірімізді анализдеп, нәпсімізді күшейтіп, зарядталып, келесі айларға шығатын уақыт. Сол себептен де нәпсіні сындырып, нәпсіні тәрбиелеу бұл айдың ең басты мақсаты болғандықтан жаңағыдай мәселелерді алдын ала организация жасап алу керек. Енді бұл орны, енді мысалы обычно біз тамақ жасаймыз, бүйтеміз, сөйтеміз, уақытымыз сонымен кетеді ғой күннің. Оны немен толтырамыз? Оны біз Құранмен, зікірмен толтырамыз. Егер біз күнделікті өмірде соншалықты көп Құран, соншалықты көп зікір айтпасақ, Рамазан кезінде ол бірден нагрузка болып кетуі мүмкін. Психологически саған нагрузка. Сен өйткені өмірді өйтіп сүрмейсің. Күнде сериал көріп жатқан адамға бірден бәрін таста Құран оқы дейтін болса, ол оған нагрузка болуы мүмкін. Сол себептен де оған жай өз-өзіне көмектесу керек. Біріншіден, мен осындай нәрсе жасайтын болдым деп алдын ала ниетіңді қабылдап, ниетіңді айту керек. И желательно сол ниетіңді ең жақын айналаңдағы адамдармен бөліскен жақсы. Бөліскен жақсы не үшін? Өйткені біреумен бөліскен кезде сен сол адамның алдында жауапкершілікті уже арқала боласың автоматически. Мысалы, мен әдетте Рамазан айындағыдай көп группа Құран курсына алмаймын. Мен өзімнің Құран курсым бар, әдетте бір группа, екі группа ары кетсе. Тіпті былтырғы Рамазаннан кейін биыл міне енді осы Рамазанға алып отырмын, өйткені жылдың ортасында басқа жоспарлармен, басқа тірліктермен уақыт болмай кетеді. Бірақ Рамазан айында мен бәрін ысырып қойып, тек осы көбінесе Құранға фокус қоюға тырысамын. Және қыздарға сөз беріп қоямын. Мен 4 группа алатын болдым биыл. Рамазанға давайте жазылыңыздар, 4 группаны оқытамыз Рамазанның кезінде. Одан кейін мен осы сіздермен бірге до конца болам деймін. Хотя маған на самом деле Рамазанның кезінде емес, Рамазаннан тыс уақыттарда Құран курсын өткізген ыңғайлырақ. Өйткені мен ол кезде аузым берік болмайды, сабақ өту деген, білесіздер ме, қаншалықты шөлдеу жағынан қиналасың. Аузың кеуіп, кәдімгідей аузыңдағы суың бәрі таусылып қалады. Сол жағынан, ұйқы жағынан, таңғы сағат 8-де мен міндетті түрде тұруым керек. Өйткені топ мені сол уақытта күтіп отырады деген секілді. Сондай жауапкершіліктерді алдын ала өзіме алып қоямын да, мен оны айтып қоямын адамдарға. Енді болды. Сен ертең бір жеріңде нәпсің сынып атса, бәрібір де біреудің алдына айтқаннан кейін сен ол жауапкершілікті орындау керек боласың. Сол жағынан өздеріңізге үстіп көмектессеңіздер болады. Келесі лайфхак, бір мысалы Құранды сіз күніне бір-ақ бет оқитын адам болыңыз. Мен өзім айналамдағы адамдардан білем, мысалы күніге Құран оқиды, міндетті түрде оқиды, бірақ мысалы кейде 1 бет оқиды, кейде 2 бет оқиды. Ал Рамазан кезінде ол күніне 100 оқиды. Получается, күніне 20 беттей оқиды. Егер сіз обычно әдеттегі уақытта Құран оқып жүрген адам болсаңыз,
құранды хатым етуге міндетті түрде тырысыңыз. Бұл ең үлкен, ең қадірлі сүннеттердің бірі. Рамазан айында жасалатын. Басқа уақытта жасасаңыз, сіз ол сүннетке кіреді, бірақ Рамазан айында әрбір оққан әріптің сауабы 1000 еселеп, 100 еселеп өскен кезде пайғамбар саллаллаху алейхи ондай мүмкіндікті ешқашан жібермеген да. Сол себептен де біз де ондай мүмкіндікті ешқашан жібермей, Құран оқып жүргендердің арасында хатым жасауға тырысу керек. Менің махражым дұрыс емес, мен қорқып тұрмын хатым. Жоқ. Просто хатымды қазір қандай деңгейдесіз, егер сіз тәжвидті оқыған, уже Құран оқи алатын деңгейде болсаңыз, ештеңеден қорықпаңыз, бастап көріңіз. Ал махраж, тәжвид ол lifetime process деп айтады ғой ағылшынша, яғни өмір бақи кете беретін процесс. Оны сіз жөндей бересіз. Бірінші жөндеп алайын, сосын істеймін десеңіз, оны ешқашан істемейсіз. Ал сіз егер де әлі арабша үйренбеген болсаңыз, арабша үйреніңіз. Әлі арабша үйрендіңіз, бірақ тәжвид үйренбеген болсаңыз, тәжвид үйреніңіз. То есть қазір просто отырыңыз да қағазға, менің Құран деңгейім қандай? Сол деңгейді жазасыз. Келесі деңгей мен үшін қандай? Сол деңгейді жазасыз. Соны орындауға тырысасыз Рамазан айында. Келесі лайфхак, біз обычно кезде, мысалы, күніне 100 рет астағфирулла жасадық, иә? 100 рет астағфирулла жасадық. Осы жолы Рамазанда мен күніне 200 жасайын. 2 есеге көбейтіп көріңіз. В идеальном случае, мысалы, 1000 деп. Барлық нәрсені қазір қандай менде, обычный өмірімде, келесі левел, келесі деңгейім қандай болады, және идеальный деңгейім қандай болар еді. Идеальный менің арманым осы Рамазандағы. Сол қандай болады, ол 3 бағанда жазуға болады. 3-ке бөліп жазып қоюға болады. Енді бұның барлығы не үшін керек дейсіздер? Жаңағыдай. Бір деңгейден екінші деңгейге өту үшін керек. Рамазан бұл үлкен сол үшін мүмкіндік. Мүмкін біздің саумул аламнан, яғни қарапайым адамның оразасынан сәл де болса бір таңдаулардың оразасына өтерміз. Енді кейбір кезде Рамазан адамға бұл барлық күнәларынан арылтып, оны тазарту үшін келеді. Кейбір кезде Рамазан ол адамға сынақ болып келеді. Кейбір кезде Рамазан ол адамды рухын, нәпсісін көтеру үшін келеді. Алла тағала бізді сынақтан сақтасын. Өйткені Рамазан кезінде сыналу деген ол өте қиын. Адам әртүрлі нәрседен сыналуы мүмкін. Сол кейбір сынақтардан шығам деп жүрген кезде нәпсіміздің көтерілуін, рухымыздың көтерілуін ұмытып қалып жатамыз. Кейбір сынақтардан шығам деп жүрген кезде біз күнәлардан арылып, Құранымызға, басқа да зікірлерімізге уақыт бөлуден ұмытып қалып жатамыз. Сондай сынақтардан Алла тағала мені сақтай көр деп алдын ала Рамазаннан бұрын дұғамызды, ниетімізді жасап алғанда жөн болады. Енді біздің барлығымыз қалаймыз ғой, рухымыз көтерілсе екен, мен рухани деңгейім өссе екен, нәпсім сынса екен деген сияқты кез келген мүмин, мұсылманның қалайтын нәрсесі. Және Рамазанда осы бағытта жұмыс жасауға тырысамыз. Осыны арман қылып, мақсат қыламыз. Бірақ жалпы кез келген өмірде тез келген нәрсе тез кетеді. Біз Рамазанда бір нәрсе бола қойып, сосын қайтадан Рамазаннан кейін қоя қояйық деген нәрсе болмайды. Бұл да lifetime process, яғни өмір бақи жалғаса беретін процесс. Әр адамның нәпсісі әртүрлі деңгейде болады да, біз Рамазанда тек не үшін тырысамыз, соны сәл болса да көтеріп жіберуге тырысамыз. Және сол сәл көтерілгеннің өзі әжептәуір жұмысты талап етеді. Жай лайлайлом өтіп кете алмайды да Рамазан. Әшейін кино көріп жатып, мен нәпсім көтеріліп күшті болып, мен адам болып кеттім деп айта алмаймыз ғой. Сол үшін рухани түрде көтерілу ол да бір қиындықтар арқылы келеді. Бізге мүмкін ол непривычно, но біз сол мақсатта, соны үміт етіп, Алланың рахымынан үмітімізді үзбей, қолымыздан келгенімізді жасаймыз. Келесі лайфхак, заттарды приоритетке қойып үйрену керек. Рамазанымда мен үшін приоритетте не? Әшейінгі кезде мен үшін приоритетте мен бала-шағам, солардың қарның тоқ болғаны болса, Рамазанда менің приоритетке қоятын нәрсем менің Алламен қарым-қатынасым, Құраным, зікірім. Аналар да маңызды, олар іс жаққа кетпейді бәрібірде. Бірақ фокус басқа жақта. Фокус мына жақта болғаннан кейін, сен мына жаққа үлгере алмай жатсаң, уже
бала шағама көмектесетін бірдеңе керек ау деп көмек сұрай бастайсың. Фокус, приоритет Аллада болғаннан кейін уақытымды алып жатқан тикток, инстаграм, анау мынау деген нәрселерге сен уже тыйым қоя бастайсың. Приложениеда кәдімгідей 15 минуттан кейін мынаны өшір деген настройка жасап қоясың деген секілді ғой. Яғни приоритет неде болса, фокус сода болады. Сол үшін біз осы жолы өзіміздің приоритеттерімізді ең алдына қою керек. Егер приоритетте мысалы қазір тез істеп тастайтын нәрселер болу керек болса, ол окей. Бірақ мысалы Рамазаннан бұрын жасау керек шопингтар, то есть Рамазанда болатын нәрселер, соны Рамазанда емес, одан бұрын жасап қойыңыз. Егер сіз білсеңіз не алу керек, не істеу керек екенін. Егер Рамазаннан кейін жасауға болатын мәселелер болса, ысыралатын нәрселер болса, Рамазаннан кейінге ысырып қойған жақсы. Мысалы мен кейбір проекттерімді Рамазаннан кейінге қалдырып қойдым. Болды, мен Рамазан кезінде оны ойлай алмаймын. Өйткені менің ойымның бәрі Рамазан кезіндегі менің Құран курсым, Рамазан кезіндегі пайдалы беретін адамға нәрселер деген сияқты болады. Сол үшін приоритеттерді білу керек. Келесі лайфхак, егер жастар қарайтын болса, мені көп студент қыздар қарайтын білем. Студенттердің арасында ең үлкен проблема не? Сабақ уақыты. Сабақ көп, экзамендер болып жатады. Соның арасында мен қалай сахурға тұрам? Ол басты проблемалардың бірі сахурға тұра алмау деген студенттердің арасында. Мен де өзім студент болдым, қанша жыл, мен де оны түсінемін. Бірақ сахурға тұру, сахурды жеу өте маңызды. Әсіресе жас кезде сахур жемесең де спокойно жүре бересің. Уже жасың 30-дан былай қарай асқан кезде сахур жемесең қисайып, түстен кейін басың ауырып деп жатасың да. Сондай сіздер жас болған кезде сезбейсіздер ол нәрсені. Бірақ бұл сезбеу мәселесінде емес, әркімнің организмі әртүрлі ғой, бірақ Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүннеті, және Пайғамбарымыз бұны бізге кәдімгідей ескерткен. Сендер сахурды жеңдер, өйткені сахур уақытында береке болады дейді. Сол үшін егер сізге тұрып сахур жасау қиын болса, немесе кейбіреулер сәресіде менде аппетит болмайды дейді. Менде де сондай, менде де тұра салып аппетит болмайды. Бірақ мен не істеймін? Мен алдын ала мысалы йогурт пен гранола деген сияқты жеңіл желпі тамақтар бар ғой. Оны енді нутрисологтар қазір мені мына жақта соттап кетеді, өйтіп жеуге болмайды, ол сразу сахарды көтереді деп. Мен оны білем, бірақ кейбір адамдардың тұра салып яичница жейтін, тұра салып бір калорийный тамақ жейтін аппетиті болмайды. Егер ол үшін ол нормальный болса, нормальный, да? То есть сіз өзіңіз үшін не нормальный нәрсені белгілейсіз, содан кейін қандай нәрселер жей аласыз таңертең, соларды жасап, хотя бы соны жеңіз. Енді ойбай, мен вообще тұрғым келмейді, кухняға барғым келмейді, уақытым да жоқ, мен ұйқым қатты, мен үйреп тұра алмаймын дейтін болсаңыз, просто 4-5 құрманы сумен бірге төсегіңіздің басына әкеп қойыңыз. Мен жылдар бойы өйстіп жасап келдім. Шынын айтқанда, мен сахур кезінде тамақ жеуді мүлде ұнатпайтын адам едім, бірақ сахурда береке бар дегеннен кейін тұрасың. Тұрғаннан кейін студент кезінде сабақ көп, жасайтын тірлік көп, оған уақыт жоқ. Сонымен астына түсуге, жатақханада бізде астында болатын кафетерия, соған түсуге уақыт та жоқ, күш те жоқ, ұйқың қатты. Не істейсің? Төсегім басына мен құрма әкеп қоямын сумен. Соны тұрамда, құрмамды жеймін, суымды ішемін, сөйтемді тахаджудыма тұрсам, бір тахаджудымды оқимын, таң намазын оқып қайттан ұйықтаймын. То есть менің сахурға тұрып қайттан ұйықтауым бір 4 сағат уақытты алады. Бізде енді көбінесе үлкен жанұялы адамдарда бала шағасын тұрғызып, әке шешесін, білмеймін, ата енесіне бәріне шайын ішіп алып 2 сағаттай уақыт алады ғой. Соны тездету. Негізі көп сәресіге қатты акцент қоймай, ол нәрсені ауызашарға тастап, сәресі кезінде тұра салып, тахаджудыңа үлгеріп, артынша жаңағыдай сәресін жеп, таң намазын оқып, ұйықтап қалу. Осы нәрсені негізінде енгізе алсақ, Рамазан жеңілдеу өтеді. Бұл мен өзімнің тәжірибемнен алынған нәрселердің бірі. Бірақ жаңағыда студенттер, пожалуйста, сіздерде осы лайфхактарды орындасаңыздар болады, қолдансаңыздар болады. Енді келесі нәрсе, мен практичный нәрселерді айтайын. Қазір бір дәптер алыңыздар, не болмаса ноутс, жаңағы өздеріңіздің телефондағы заметке, кез келген қандай нәрсе қолданасыздар ыңғайлы пландау үшін. Бірінші нәрсе ол Құран, Рамазанның кезінде. Бағана айтқанымдай, біздің мақсатымыз не?
біздің мақсатымыз келесі деңгейдегі, біз үшін келесі деңгейдегі оразаны ұстау. Мүмкін біз жай қарапайым адамның оразасын ұстап жүрген болсақ, осы жылы анау таңдаулылардың таңдаулысы емес, хотя бы таңдаулылардың оразасы ортасындағын ұстап көрейінші. Кішкене, я Алла, маған көмектесші, мен ниетімді қабыл етші, сол бір ниетім сәл де болса көтерілейін дейтін болсаңыз, құраныңызды да, зікірлеріңізді де, қиямды да кішкене көбейту керек болады. Құранымызды, мысалы, мен әдетте 100 оқимын күн сайын Рамазан кезінде, осы жылы мен үшін 200 оқысам. Идеально. Бірақ бұл идеальный форматта. Бірақ менің күшім жетеді-ау дегеніне, менің күшім жетеді-ау деген 1,5 мысалы, ортасындағы балансты аламын. Бәрінде баланс жазамыз. Екіншісі бұл намаз, қиям. Тахаджуд обязательно деп қоямыз да, және тарауих. Біз көбінесе әйелдер тарауихты қатты көңіл бөле бермейміз, ер адамдар жаңағыдай өздері намазға кетіп жатады. Әйелдерге үйде оқуға болады. Мешітте жамағатпен де оқуға болады. И біз 20 ракағат дегенге, ойбай, 2 сағат қой деп ойлаймыз да. Ол мен барып келгенше ана бала жылап, ол бірдеңе болып үйде қирап жатады, қойшы, бармай ақ қояйын, сен өзің кете бер деп, не істейді бізде әйелдер көбінесе күйеулерін жібереді да мешітке, өздері үйде бала шағамен қалады. Күйеуіңіз келгеннен кейін отағасы, мына балаларға қарай тұрыңыз, мен қазір барып тарауих оқып келейін деп, ол кісімен делегировать ету керек та. 2 ракағат, минимум 2 ракағат, кез келген нәпіл намаздың минимумы бар ғой, 2 ракағат. Рекомендация жасалатын сан минимум ол 8. Сіз ең прям не могу дегенде 2 ракағат оқыңыз, нормально дегенде 8 ракағат оқыңыз. Ал егер мен үшін идеально, мен вообще баяғыда 30 күн тарауихпен өткізбеген, бірақ осы жолы 30 күн тарауихпен өткізем, и бәрін 20-20-дан оқимын десеңіз, онда ол сіздің идеальный картинаңыз болады. Окей? 3-ке 3 бағанға бөліп, осыларды жасап жатсыз, Зікірде де то же самое. Зікірде мынау Рамазанның алғашқы 3-і ол Алланың мейірімділік уақыты дейді. Яғни Алла тағала мейірімділігін төгетін уақыт дейді. Екіншісі ол Алланың күнәларды кешіретін уақыты дейді. Яғни мынау алғашқы 10 күн ол я рахман, я рахман, я рахман деп өткізетін уақыт дейді. Яғни я мейірімді Алла деп, сіз Алланың мейірімділігінен қандай нәрсе үміт етесіз, сол дұғалармен, сол зікірмен, я рахман зікірін көбірек айту керек. Екінші 10-дығында, яғни 10 мен 20 күннің аралығында истихфар, мысалға, я ғафур деп айтуға болады. Осы истихфар дұғалары бар, Алладан кешірім сұрап, астағфирулла. Осы зікірлерді қатты қиындатудың қажет емес, бәрі де осындай simple, астағфирулла, я ғафур, я рахман, осы зікірлер просто жүрген кезде, жай кетіп бара жатқан кезде, тамақ дайындап жатқан кезде, осы зікірлер аузымызда болса, иншаллах біздің бір деңгейіміз өседі. Және 3-ші бөлігі Рамазанда ол тозақ отынан сақтану. Бұл кезде біз уже қадір түнін іздеумен уақытымызды өткізіп кетеміз. Қадір түнінде ең басты нәрсе, даже если месячный кеп қалса да, сол күні ояу болып, сол күні дұға ету. Қадір түннің ең қадірлі нәрсесі ол дұға, етілген дұғалар. Сол үшін осы Рамазанды 3-ке бөліп қарайтын болсақ, осы кездегі біздің басқа да дұғалармен қатар, бірақ осы Алланың есімдеріне, именно осы Алланың мейірімділігі, кешірімділігі, тозақ отынан сақтауын есте сақтап отырып, зікірлерімізді көбейтсек болады. Кім қанша зікір айтады, ол да өзіне байланысты. Мен қазір 100, 1000 деп ештеңе деп айтпаймын, әркім өзінің зікір деңгейіне қарай жазады. 4-шісі бұл дұға. Дұға ол айтса да айтпаса да міндетті, және мен дұға туралы көп тоқталмасам да болады, өйткені кез келген уақытта біздің халық дұғаны өлтіреді. Енді ол жағынан бізде проблем жоқ, сұрау жағынан біз номер 1-дейміз. 5-шісі бұл адамдармен қарым-қатынасымыз. Жалпы біздің 3 нәрсемен қарым-қатынасымыз болады. 1 өзімізбен, 2 адамдармен, 3 Алла тағаламен. Өзімізбен Алла тағаламен қарым-қатынасымызды Рамазан бойынша жасап келе жатырмыз. Енді 3-ші нәрсе пустой болып қалып қалайын деп тұр да осы жерде. Бұл басқа адамдармен. Біз кішкене изолированный өмір сүреміз Рамазанда. В том плане, что біз
кездесулерге, я обычно қыздармен бір таңғы асқа барып келейік деген ондай нәрселер болмайды рамазанда, окей. Но рамазанның кезінде мысалы мен ұзақ уақыт бойы бір хабарласпаған туысқаным бар еді. Соған бір хабарласайыншы, солардың бір жағдайын біліп қояйыншы. Мен ата енеммен бір проблема бар еді. Соларға осы жолы бір айтайыншы, иә. Менікі дұрыс болмаған шығар бәлкім деп бір ойдан өткізейінші. Әкеме айта алмай жүрген нәрсе бар шығар, анама айта алмай жүрген сөздерім бар шығар. Соларға жай ғана бір жылы сөз айтайын. Бұл өте ауыр, өйткені біз өзіміздің эгомызды аттап, біреуден кешірім сұрап, біреуге жақсы көремін деп айтуымыз, непривычный нәрсені жасау ол эгоға үнемі ауыр. Бірақ Рамазанда соны жасап көрсек. Мен де иншаллах өзімнің осы сіздермен бірге айтып отырған нәрселерден өзім де осы пландарымды жасаймын, оны сызамын. Қаншалықты орындай аламыз, Алла тағала күш қуат нәсіп беріп бізге Рамазанымызды әртүрлі бізді ғибадатымыздан тыятын, өзінен алыстататын сынақтардан сақтап, Рамазанды абыроймен өткізіп алсақ, иншалла өте берекелді бір айды өткізген болармыз деп ойлаймын. Алдын ала Рамазанға дайындалған кезде, Рамазаннан не күтіп, не күтпейтінімізді білген кезде, кипештің ішінде адасып қалмаймыз да. Өз-өзіңді, мынау бар еді ғой деп тоқтатып отырасың. Сол себептен де бұл видеоның маңыздылығы сол, сіздерге жай ғана менің алдын ала Рамазанға дайындығымда қандай бір лайфхактарым бар, ұстаздарымнан үйренген қандай нәрселер бар, солармен сіздермен бөлісу болды. Егер видео пайдалы болса, достарыңызбен, жан жақтағы ораза ұстаймын деп ниеттеніп жүрген адамдармен бөлісіп қойыңыздар. Не нәрсе сіздерге, қандай лайфхактар сіздерге жаңа болды, жаңа болмаса да бір мынау дұрыс болды ау айтқаныңыз дейтін қандай лайфхак болды, соны жазып кетіңіздер, және өздеріңізден мынаны да қоссақ болады дейтін лайфхактарыңыз болса, оны да комментарийда жазып кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз өте маңызды. Біз ұзақ арадан кейін мына видеоларды жазып отырмыз. Иншаллах сіздерден қолдау жақсы болса, біз ары қарай да сіздерге контент жақсы, рухани бізді дамытатын дүниелерді шығаруға тырысамыз. Алла разы болсын. Барлықтарыңызға иншаллах мынау шағбанның қазір ортасындамыз. Барағат түні негізінде бізде қазір болып жатыр Америкада. Барағат түні қасиетті қабыл болсын, дұғаларыңыз қабыл болсын. Алла тағала бізді аман есен Рамазанға жеткізіп, берекелді Рамазан өткізуімізді нәсіп етсін деп осы дұғамен бітірейік. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.